Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Біздің YouTube каналымызда көбінесе мынандай сұрақтар туындап жатады. Жалпы ағаштардың екпесіне байланысты, яғни подойларға қатысты, яғни ергежейлі, жартылай ергежейлі немесе дәстүрлі деген. Сол мысалдар келтіруімізді сұрап жатады. Қазір біз арнайы мынау Алматы облысындағы Баденко тәлімбағында тұрмыз. Біз осы жерде соның бір мысалын келтіруді мақсат тұтып тұрмыз. Оның біріншісі мына жерде арм 18 деген мынау екпе, яғни подвой десек, түсінікті болу үшін. Бұны жартылай ергежейлі деп айтады бұларда. Жартылай ергежейлі. Бұлар екпенің қалай қалыптасады? Бұлардың бойы өте қатты биік өспейді. Бұны көріп тұрғандарыңыздай, бұл өте үй шаруашылығында немесе жалпы үйдің ауласында жер кішкентай болатын болса, соған өте ыңғайлы, жемісті жинағанға өте ыңғайлы, жемісті тергенге ыңғайлы, ертең кескенге ыңғайлы. Бұл жартылай ергежейлер соған өте ыңғайлы болып келеді. Бұлар не үшін бой жартылай ергежейлі деген кезде, бұлардың тамыр жүйесі бұл вегетативтік, яғни өсім мүшесінен қалыптастырылған, сол үшін бұлар бой қатты өспейді. Бұлар сосын тағы да бір артық ерекшелігі жартылай ергежейлердің, бұларға шпалері қажет жоқ, яғни бұны ұстап тұратын оның тамыр жүйесі жақсы дамыған ергежейліге қараған кезде. Сосын бұларда не айтуға болады? Сосын тағы да маңызды нәрсесінің бірі, өнімде басқа дәстүрлерге қарағанда ертерек береді. 3-4 жылы өнім жинай бересіздер. Яғни ол да өздеріңіздің қарауларыңызға байланысты. Міне қазір көріп тұрсыздар, бойымды мен бойымен салыстырған осылай. Міне бойыңызда ең өнім жинаған кезде кішкене бір саты қойсаңыз, соның жеткілікті. Егер дәстүрлі алмаларды өздеріңіз көпшіліктеріңіз білесіздер, бойлар 5-6 метр кетіп жатады. Олармен кішкене кесу де қиын, өнім жинау да қиын, төбесін жету де қиын. Сол үшін мынау аулаға, үй маңына өте ыңғайлы деп есептеймін. Ал қалған дәстүрлі ағаштар бойынша және толық ергежейлі ағаштарға да басқа видеоларымызда тоқталатын боламыз.